Ассаляму алейкум қыздар, сіздермен бірге Нұрбиба Серікқызы. Бүгін жүрек емі тақырыбын айтатын боламын. Жалпы жүректің сіздердің бүгінгі күндеріңізге, өміріңізге қандай әсері бар? Не себепті жүректің таза болуы сіздің бақытты өміріңізге әсер етеді? Соны айтатын боламын. Бүгінгі таңда көпшілік адам асығып өмір сүреді. Тез жасағысы келеді, арманына тез жеткісі келеді. Бірақ шын мәнінде адамның тез жасауы емес, жүрегінің тазалығы маңызды. Неге жүрек тазалығы? Өйткені біздің әртүрлі уайымымыз, қайғымыз, көп нәрседен қорқуымыз тікелей біздің жүрегімізге әсер етеді, және де кейін біздің жүрегіміздің қатаюына, қараюына апарады. Қатайған жүрек біздің алдыға жылжуымызға әсер бере алмайды. Сондықтан жүректің тазалығы, жүректің тыныштығы, жүректің емі шын мәнінде бүгінгі күнде өте маңызды. Жүректер Алланы еске алумен тыныштық табады. Алланы зікір еткеннің жүрегі таттан тазарған. Жүректегі дақты кетіретін ең қымбат құрал Аллаға деген иман. Қараңыз, жүректі тазалау, жүректің таза болуы қаншалықты маңызды. Осы сөздерден-ақ біз соны түсінсек болады. Өкпе-реніш, ыза, ғайбат, көре алмаушылық, өміріңізге разы болмау деген сияқты көптеген сіздің ішкі сезімдеріңіз сіздің жүрегіңіздің қараюына алып келеді. Қарайған жүрек міндетті түрде бір күні қатайып кетеді. Ал қатайған жүрек ол сезбейтін жүрек, ол өлі жүрек. Қараңыздар, жүрекке қатысты аяттар. Негізінде адам баласы құлақ, көз және жүрек осылардың бәріне қиямет күні жауапты болады. Исра сүресі 36 аят. Бұл жерде де жүректің маңыздылығын түсінсеңіз болады. Алла тағала Құранда ол күні мал-мүлік те бала-шаға да пайда бермейді. Тек күпірлік пен екіжүзділіктен таза жүрекпен келген жан ғана азаптан құтылып мақсатына жетеді. Шұғара сүресі 88-89 аяттар деп ескертеді. Келесі аятта Алла тағала кімде-кім түйірдей жақсылық істеген болса, оның сыйын да көреді. Кімде-кім түйірдей жамандық істеген болса, оның жазасын да көреді. Зілзала сүресі 7-8 аяттар деп ескерткен. Өйткені жүрек Алла тағаланың назар түсетін жер. Бұл жерде де жүректің маңыздылығын түсінсеңіздер болады. Сіздің жүрегіңіз, тіліңіз, ойыңыз, санаңыз бәрі бір-біріне байланған. Егер ойыңызбен жаман нәрсе ойлайтын болсаңыз, демек сіз міндетті түрде аузыңызбен де жаман сөз айтасыз. Аузыңызбен жаман сөз айтсаңыз, демек сіздің жүрегіңіз қараяды. Жүрек қарайған сайын бір күні ол қатайып кетеді. Оны қалай байқасаңыз болады? Мысалы, қазір мен сізге сұрақ қоямын, сіздің жүрегіңіз неше процентке сезеді? Бірден ойыңызға келген санды комментарийге жаза кетіңіз. Екінші тапсырма, сіз жылайтын сәттерде жылай аласыз ба? Егер жылай алмасаңыз, сіздің жүрегіңіз қатайған. Ары қарай сіздерге жүрек жайлы хадистерді ұсынғым келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам шындығында адамның денесінде бір жапырақ ет бар. Егер осы бір жапырақ ет таза болса, онда адамның барлық мүшесі, сана сезімі пәк болады. Ал енді сол жапырақ ет бұзылса, онда ол адамның денесі де, тәні де, жаны да бұзылады. Ол бір жапырақ ет жүрек деп айтуы да адам баласы үшін жүректің өте маңызды екендігін аңғартады. Келесі ұсынғым келетін хадистер жүрегіңді зікір мәжілістеріне жақын ұста. Құл күнә істегенде жүрегіне бір дақ түседі. Олардың күнәлары жүректерін әбден қарайтып тастаған. Ғұлама Абу Усман пенденің сырты тақуалық бейнесінде, ал жүрегі күнәһарлықтан арылмаса, күнә жасаудан тыйылмайды деген. Көп күлу жүректі өлтіреді. Алла елшісі сахабаларына
алла тағала пенделерінің жүрегіне қарайтынын айтып былай дейтін: шын мәнінде алла сендердің денелеріңе де бейнелеріңе де қарамайды, алла жүректеріңе қарайды. Бұл жерде жүректің мағынасын түсінсеңіз болады. алла расулы: жүрегі түзілмейінше құлдың иманы дұрыс болмайды. Тіл түзілмейінше жүрегі дұрыс болмайды. Жүрек жайлы ғұламалардың пікірі сахаба Абу Хурайра, алла разы болсын, былай дейді: жүрек патша, ағзалар оның әскері. Егер патша жақсы болса, әскері де жақсы болады. Ал егер патша жаман, яғни нашар болса, әскері де нашар болады. Бұл жерде жүректің соншалықты атқаратын рөлін, жүректің шын мәнінде бірінші орында екенін аңғарсаңыздар болады. Енді бұл жерде сіздің жүрегіңіз қарайып кетсе, қатайып кетсе, қандай амал жасау керек, қалай жүректі емдеу керек, соны мен сіздерге түсіндіргім келеді. Ең бірінші маңызды нәрсе көбірек истиғфар айту, яғни астағфируллах. Өзіңізге арнайы зікір матик алып, астағфируллахты көп айтыңыз. Және де кез келген күнәңіз есіңізге түсетін болса, сол күнәға тәубе етіп 2 ракат тәубе намазын оқисыз. Мысалы, сізге бір күнәңіз есіңізге түсіп кетеді, біреу жайлы ғайбат айтқаныңыз есіңізге түсіп кетеді. Сол кезде міндетті түрде 2 ракат тәубе намазын оқыңыз. Я Аллам, я Раббым, сол күнәм үшін мені кешірші, менің жүрегімді тазартшы деп ниет етіп барып 2 ракат намаз оқисыз. Иншалла жүрегіңіз жай солай емделе бастайтын болады. Қыздар, келесі слайдты қарасаңыздар, келесі айтылған мәліметті, нәпсінің ендігі зор кемшіліктерінің бірі жалқаулық. Жалқаулық тоқтықтан туған мұра. Себебі нәпсі лықия ішіп жегенде әлденіп қуат алады. Көз жиып алған соң рахат іздеп, оған да қол жеткізеді. Рахатына қол жеткізгендіктен жүректі жеңеді. Сонда сіздердің артық тамақ жеулеріңіз ол неден басталады? Сіздің артық тамақ жеуіңіз ол стресстен басталады. Яғни сіз тамақпен бір өзіңіздің бір болмай қалған армандарыңызды, орындалмай қалған мақсаттарыңызды тамақпен басасыздар. Тамақпен басқаннан кейін сіз өте көп тамақ жегеннен кейін ол сізді жалқаулыққа апарады. Ал жалқаулыққа апарғаннан кейін сіздің жүрегіңіз әлсірейді, нәпсіңіз одан сайын күшейіп кетеді. Солай сіз әр кезде көп тамақ жей бересіз де, бұл нәрсе сізді артық салмаққа апарады. Сондықтан осы мәліметті өзіңізге бір жерге түртіп жазып алыңыз. Келесі мәлімет, бұл мәлімет Ғұма Абу Абдурахман Ас-Сулямидің кітабында жазылған мәлімет. Жаман ойдың жүректе орнықпауы және жаман ойдың келесі сатысы болып саналатын ғайбатқа есік ашпау үшін о баста ойын тексерістен өткізу әрбір мүмінге тән әрекет. Сіздерге бірінші доступ, яғни есік, ол шайтан аузубиллахтан ашылады. Яғни шайтан аузубиллах бізге жаман ой салады. Егер сіз сол жаман ойдың жетегінде кетсеңіз, ол жаман ой сіздің жүрегіңізге кетеді. Ал жүрекке кеткеннен кейін ол нәрсе сіздің сөзіңізге де әсер етеді, яғни сіздің сөйлеуіңізге де. Яғни жүрекке барғаннан кейін жаман сөз айтып қойсаңыз, сізге ол ғайбат болып жазылады. Сол үшін де сөзге мән беру, ойға мән беру, жүрекке мән беру аса маңызды. Бұл нәрсені қыздар қолға алуларыңызға шақырамын. Жүрек қаншалықты тілдің айнасы болса, тіл де жүректің айнасы. Қарайған жүрек тіл арқылы қалайша жаман, ауыр, балағат сөздер арқылы айналасының мазасын қашырса, арам, адал деместен барлық сөзді қолданған тілде жүректің рухани кемшілігінің артуына және жамандыққа ұшырауына себеп болуы мүмкін. Сол үшін де қыздар, менің айтып жатқан нәрсем, міндетті түрде өзіңіздің ойыңызға мән беріңіз бірінші кезекте, одан кейін барып тіліңізге, жүрегіңізге мән беріңіз. Жүрек тазалығы үшін зікір ету керек. Алланың 99 көркем есімдерінің 3 көркем есімін сіздерге міне ұсындым. Әл-Фаттах, Алла ашушы, білуші.
яғни бұл есімді таң намазынан кейін қолын кеудесіне қойып, Алланың осы көркем есімін 70 мәрте қайталаған жанның жүрегі иман нұрымен нұрланады иншалла. Келесі көркем есім Әл-Әлим, яғни бәрін білуші. Осы бір көркем есімін көп қайталаған жанға Алла тарапынан білім мен хикметтің есігі ашылады да жүрегі нұрға толады. Әл-Хақам бұл қазы төреші деген мағынаны білдіреді. Алла тағала түннің соңғы бөлігінде ғұсыл алған соң осы бір көркем есімді 99 рет қайталаған адамның жүрегін нұрландырып, хикметті сездіреді. Машалла, қыздар, қараңыздар, қандай керемет. Жүректі тазалай аласыз иншалла. Егер сіз тәубе етсеңіз, шынайы тәубе етсеңіз, Аллаға жақындасаңыз, Аллах тағала иншалла сіздің тәубеңізді қабыл алып, күнәларыңызды кешіріп, жүрегіңізді тазартып, сізді бір жаңа өмірге қадам басуыңызға нәсіп етеді. Ал қараңыз, жүрек тазалығы деген ол сіздің өкпе ренішсіз өмір сүруіңіз, жеңіл өмір сүруіңіз, бақытты өмір сүруіңіз. Осыны түсінсеңіз деймін. Жалпы жүрек мәселесін мен сіздерге қысқаша түсіндіріп кеткім келді. Жүректің шынайы қаншалықты маңызды екендігін сіздерге жеткізгім келді. Бірақ менің жүрек емі курсымда өте көп мәліметтер бар. Өте көп өмірлік ситуациялар. Қандай ситуацияда қалай болады, не істейсіз, қалай жеңіл өмір сүресіз, қалай өзіңізбен мәмілеге келесіз, бақытты, мәнді, сәнді өмір сүру үшін не істеу керек, қалай істеу керек, сол жайлы сіздермен бөлісетін боламын. Өзімнің өмірлік практикамда және де 50-ден аса қызбен жұмыс істеген кездегі инсайттармен сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан қыздар, жандарым, жүректерім, барлықтарыңызды жүрек емі сабағында күтемін. Егер бір нәрсе түсініксіз болса, слайдты қайталап көріңіздер.